Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Қыпшақтар, яғни Депші Қыпшақ жайлы. Қыпшақтар түрік қағанатынан кейінгі мұрагері болып табылады. Қыпшақтар туралы көптеген мағлұматтар бар. Оның көптеген еңбектерінде кездеседі Махмұд Қашқаридің қандай рулар, тайпалар кірінген жайлы. Қыпшақтар толыққанды 10 ғасырлардан көбіне белгілі болды. Оның алдында да әрине жазбаларда бар. 8-9 ғасырларда, 10 ғасырларда ықпалы нақты болды. Жан-жағында көршілермен қарым-қатынасы және шапқыншылықтары жайында, шығыстан батысқа қарай қоныс аударулар жайлы шапқыншылықтары. Осы уақытқа дейін көптеген Қыпшақтар жайлы деректерді айтылмай келді. Болғанмен де Алтын Орда Шыңғыс ханның тарихын көп зерттеліп кетті. Олар Қыпшақтар көлеңкесінде қалып қойды. Негізі батысқа қарай ғұндардан кейінгі ең ірі бір ықпал жасаған, яғни Еуропа мен Азия ортасындағы таяу шығыста да аты әйгілі болған Қыпшақтар болды. Шыңғыс ханнан да бұрын, яғни Қыпшақтарды айта кетсек, Кавказдағы, мысалы Грузиядағы Давид төртіншінің құрылысшы деп айтады. Давидтің Қыпшақ патшасы Артақтың қызын алып, Артақ хан 40 000 әскер, 200 000-дай халықпен барып, сол кездердегі селжук түріктерден Грузияны қорғап, сол жайлы аңыз бар. Яғни Артақ 4 жылдай сонда қоныстанып, грузиндер жер бөліп беріп Давид қайнатасына. Жақсы орналасқаннан кейін оның інісі Қыпшақтарды қиын қыстау кез келіп бас қосатын деп, басында бір шақырғанда келмейді, 2 шақырғанда келмейді, үшіншісінде інісі даланың жусанын жұлып бер жібереді. Сол кездегі жусанды алған Артақ құшақтап жылаған деп, сосын 40 000 қолын жинап кейін қарай қайтқан жайлы. Сол 10-11 ғасырларда Қыпшақтардың ұлы далада билігі, үстемділігі артып тұрған кез, яғни бүкіл көршілерінің, Кавказдың, Киев русының және де Византияның патшалары бәрі жалдамалы әскерді Қыпшақтардан алып отқан. Қыпшақ жасақтары бүкіл жерде үстем етіп әскери шеберлігімен атақты болған. Мәмлүктер сұлтанаты, соның ішінде Сұлтан Бейбарыс жайлы толық білгілеріңіз келсе менің каналымда бар. Барша араб әлемінде Қыпшақ тілі үстем болды, яғни барша мәмлүктер араб әмірлігін басқарып тұр, үстемділігі болды. Сондықтан бүкіл іс қағаздарды Қыпшақ тілінде жүргізді, яғни Каирден Алтай тауларына дейін тараған. Қыпшақ тілі, яғни қазір қазақ тілі ұзақ үстемдік болды, өйткені бүкіл ұлы дала жібек жолында бәрі Қыпшақ тілінде сөйледі. Соның бір дәлелі Венециядағы Кодекс Куманикстің жазылып шығу, яғни итальяндық басқа да европалық саяхатшылардың аудармалық және сөздік есебінде заңдылық. Жалпы ұлы дала Қыпшақ, Депші Қыпшақ туралы ақпаратты осы кітап арқылы білді. Сол арқылы сөйлесті адамдармен. Көбіне саудагерлер, басқаша саяхаткерлер арасында көп тараған кітаптардың бірі Қыпшақ тілінде. Қазіргі толыққанды қазақ тіліне 90% сәйкес келеді деп айтуға да болады. Депші Қыпшақтардың қыз алып қыз беріскен көбіне Византия патшаларымен, соның ішінде орыс князьдіктермен де тығыз байланыстары болды. Яғни бір-біріне қыз беріп, қыз алысып отқан орыстың атақ көптеген князьдіктері, Александр Невский сияқты көбісінің шешелері Қыпшақ қыздары болып танылады. 200 жылдай Қыпшақтар үстем еткеннен кейін ұлы даланы Депші Қыпшақ деп атап кетті. Қыпшақ тілі арқылы, мәдениет арқылы барша Европа елдері, басқа араб әлемі таныла бастағасын. Кейін бірақ моңғолдардың, яғни Шыңғыс ханның шапқыншылығы басталды. Қыпшақтар ол кезде бытыраңқы бастар қосылмай 7 бөлікке бөлініп жатты. Әрі бір себеп Найман мен Меркіттердің ру басшылары отырарға қарай, Депші Қыпшаққа қарай қашады. Шыңғыс хан қайтаруын талап етеді, бірақ Қайыр хан оны тыңдамайды. Сол соғыстардың аралда болуының бір себептері деп айтылады. Қыпшақтардың бастары бірікпегендіктен, баста бір қол жинамағандықтан, яғни олар өзара алауыздық болып бір-бірімен қырылып жүріп, Шыңғыс ханның толыққанды әскеріне төтеп бере алмады, бас қосып. Соны пайдаланып шетінен жеңді. Сол кезде Қыпшақтар Хорезмшахпен одақта болды. Хорезмшах үнемі Қыпшақтарды әскери пайдаланып отты. Қыпшақтардың арасында іріткі салып отты. Олар қорықты, Қыпшақтар бірігіп Хорезмшахты жаулап алады деп. Сондықтан әр қолбасшыны бір жақтап Хорезмшахқа алауыздық болғаны тиімді болды. Бірақ қиын қыстау кезде Қыпшақтардың басы бірікпегендіктен Хорезмшах тез ұтылып қалды. Яғни толыққанды бүкіл Қыпшақтар Хорезмшахты қолдап соғысқа шыққан жоқ. Хорезмшахтың бір үлкен қателігі болды. Ол ойлады
Шыңғысханның екесі аз әскері, мен тек қамалдарда тұрып алсам ол қамал алу білмейді деп, оның алдында ол Шыңғысханның Қытайды жаулаған есіне шығып кетті ме, Қытайдан катапульттер алып келді, үлкен Қытай мемлекетін жаулап алып келген моңғолдарда қамалдар алу әдісін уже біліп алған болды. Сондықтан үлкен бір қателігі болды Хорезмшахтың әскерлерін бөліп әр түрлі қамалдарда ұстауы. Хорезмшах ұтылғаннан кейін жеңіліп толық Шыңғысхан империясы құрылды. Депших Қыпшақты үлкен ұлы Жошыға берді. Оның ұлдары, немерелері Алтын Орданы құрды. Алтын Орда ең үлкен империялардың бірі болды деп айтуға болады. Толыққанды Депших Қыпшақты қамтып және жібек жолын өзінің ықпалында ұстап отты. Әсем қалалар салды, бұрын соңды болмаған, әлем таңғаларлықтай. Бір араб сарайшықтағы көпірді көріп, әлемде бұндай ғаламат барын деп, әлі ғалымдардың қызу талқылауында ол көпір жайлы. Моңғолдар жалпы Қыпшақтар жаулап алғанмен, моңғолдар аз болғандықтан ықпалы толыққанды болмады. Сондықтан моңғолдар Қыпшақтарға жерсініп кетті. Құрамына кіріп, Қыпшақтар Алтын Орда құлағаннан кейін ұсақ-ұсақ хандықтарға бөлініп кетті. Жалпы Депших Қыпшақтың толыққанды мұрагері деп қазақ хандығын айтуға болады. Яғни кемінде 70-80% қазақ хандығының территориясы алып жатқан, әрі мұрагері толық барша салт дәстүрін, Қыпшақтардың тілі, діні сақтап қалды. Қыпшақтардан бұрынғы түрік қағанаты, яғни оның атақты Күлтегін батыр жайлы менің арнамда бар. Ол жайлы ақпарат білгілеріңіз келсе, жалпы менің каналымды қолдап, таратып, каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетсеңіздер ағайын жақсы болар еді. Тыңдағандарыңызға рахмет.